Bismillahirrahmanirrahim. Алла Тағала әр күндеріңізге хайыр, береке, жақсылық берсін. Бүгін Алла қаласа Бауыржан Әлиұлы ұстазымызға Құранның толық хатымның сауабын бағыш ететін боламыз. Алла Тағала ол кісінің мейіріміне, рахымын алсын. Енді Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде айтады: «Құл ин кунтум тухиббуналлаха». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр: пайғамбар, өзіңнің құлдарыңа айт, олар мені жақсы көрсін. Сол кезде Алла Тағала ол пенделерін жақсы көреді. Алла Тағала ол пенделерін жақсы көріп қана қоймай, Алла Тағала ол кісілердің күнә, қате, кемшіліктерін кешіреді. Өйткені Алла Аллаху ғафурур рахим, Алла Тағала ерекше мейірімді, ерекше кешірімді дейді. Алла Тағала осы аятта Алла Тағаланы жақсы көру, Алла Тағаланы шаңа иман келтіру. Енді кейде біз өзіміздің ата-анамызды қалай жақсы көрген болсақ, ол жақсы көргеніміздің дәлелі ол кісілерге қызмет қыламыз. Ата-анамыздың бізді жақсы көргенінің белгісі ол кісілер біздерге нәпақасын береді, аузымызға ас суымызды береді, киімімізді алып береді. Қашан баласы өзінің қол аяғына тұрып кеткенше өзіндік жәрдемін береді. Пенде мен пенде бір-бірінің жақсы көрген белгісі бір-бірінің амалын жасайды. Ал пенде мен Құдайдың арасындағы сүйіспеншілік, ол махаббат. Құдай нені бұйырған болса, соған бұйырылуымыз, Құдай Тағала неден тыйған болса, содан тыйылуымыз біздерге міндет болады екен. Сол үшін әрқашан Алла Тағаланың бұл дүниеде берілген көз жүгірту керек нәрселерге қарап, көз жүгіртіп ойлануымыз, оған пікір қылуымыз біздер үшін міндет екен. Сондықтан бұл берілген ақыл бәрі біздердің санамызға берілген ақыл, соны дұрысынан пайдалану керекпіз. Алла Тағала ақылымызды, санамызды берекелі қылып, бұл дүниеміздің, ақыретіміздің азығын, амалын дұрыс жасауымызды баршамызға нәсіп етсін. Алла қаласа қазір Бауыржан ұстазымызға Құранның бағыштайтын боламыз. Құран хатымға тізімге жазылу үшін Құран хатым деп жазып кетесіздер. Сол кезде сіздерге міндетті жауап беретін болады. Егер жекелей Құран хатым жаңағыдай атын атап оқытқызыңыз келсе, онда Құран хатым деп жазып жібересіз. Сіздердің ат жөндеріңіз жазады. Сіз болғанда өміріңізден өткен анаңыз ба, атаңыз ба, әкеңіз ба, соның ат жөнін жазады. Соны осылай бағыштайтын боламыз. Ал қазір Бауыржан Әлиұлы ұстазымызға Құран хатымды бағыш етеміз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Құл хуаллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад. Бисмиллахир рахманир рахим. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Әмин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алла Тағалам, өзің ғана құлшылық етіп, өзің ғана жәрдем сұраймыз. Алла Тағала қасиетті Рамазан Уқтай дұғасын دعاء ختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسيت علمنا منه وجهلت ورزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله حجة رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح دنيا التي فيها معاشي وأصلح آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زينة لي في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم واجعله خير العمر آخره خير العمل خواتمه خير الأيام يوم ألقم فيه اللهم إننا أسألك عيشة هنية وميتة وسوية ومردا غير مخزن ولا فادح اللهم إننا أسألك خير المسألة خير الدعاء خير النجاح خير العلم خير العمل خير أسألك غلامين من الجنة اللهم إننا أسألك موجبة راحتك وعزيم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر بالفوز بالجنة ونجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي طغائنا عذاب الآخر اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بها وبيننا بين معصيتك ومن طاعتك ما تغلبنا بها جنتك من اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتع بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحييتنا واجعله وارثين منا واجعله ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أخيار وسلام تسليما كثيرا. Аса қамқор ерекше мейірімді Алла Тағалам осы қасиетті Рамазан айында қасиетті Құран-ы Кәрімнің толықтай сауабын Бауыржан Әлиұлы ұстазымызға бағыш етеміз. Алла Тағала кісінің жатқан жерін жайлы, топырағын торқа, қараңғы жерін жарық қылғайсың. Осы өмірде істеген әрбір жақсы амалдарын қабыл етіп, жәннат төріне орын бергейсің. Артында қалған жұбайына, бала-шағаларына, ұрпақтарына берекелі, қайырлы өмір бергейсің. Алла Тағала бұл өмірде істеген, қылған қайырлы дұғаларын Алла Тағала өміріне, артында қалған бала-шағасына бергейсің. Қайырлы ілім қалдырып кеткен болса, Алла Тағала біздерге, артында қалған шәкірттері қайырлы ілім бергейсің. Қайырлы амал, қандай қайырлы амал жасаған болса, ұрпағына соның берекесін, қайырын бергейсің. Қайырлы сауап, қандай қайырлы сауапты істер жасаған болса, ұрпағына және ақыретте өзіне сауап болу нәсіп еткейсің. Артында қалған ұрпақтарына қайыр, береке бергейсің. Аллах Тағала иманның хақтығын, осы өмірде істеген әрбір жақсы амалдарын, берген дәрістерін, жасаған ізгі амалдарымен жәннатта дәрежесін көтергесін. Ол кісінің оқыған намаздарын қабыл етіп, Аллах Тағала біліп білмесең күнә қате кемшіліктерін кешіргейсің. Барлық амалдарын қабыл етіп, жәннат төрінен орын бергейсің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шапағатында, Кәусардың бұлағында, жәннаттың төрінен
Алла Тағала орын бергесін, өзінің мейірімінде, рахымында болуын нәсіп ет. Алла Тағала бұл дүние мен ақиреттің жақсылығын бер. Алла Тағала қабір азабынан, тозақ отынан сақта. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шынайы үмметі болуды нәсіп еткесін. Дұға тілектерімізді қабыл еткесін. Бауыржан ұстазымыздың, Бауыржан Әлиұлы ұстазымыздың жатқан жерін жайла, топырағын торқа қылғайсың. Әумин. Аллаху акбар. Құрметті көрермендер, міне осылай Құран хатының толықтай сауабын Бауыржан Әли ұстазымызға бағыштадық. Келесі Құран хатымды бағыштаймыз. Алла қаласа Хадиша анамызға бағыштаймыз. Және де біздің елім, жерім деп қорғап кеткен Керей мен Жәнібек аталарымыздың рухына бағыш ететін боламыз. Алла Тағала елімізге тыныштық, халқымызға аманшылық берсін, ауызбіршілік берсін, дұға тілектерімізді қабыл қылсын. Хатым Құранды жасататын болсаңыздар, Хатым Құран деп жазып кетсеңіздер, міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.